Сөз бен сүрет жобасы ойы маған ұнаған жері бұрынғы Пикассо, Дали деген өнердің гүлденген дәуіріндегі сол ортадағы атмосфераны бір осында создать еткен сияқты әсер етті. Енді осы сөз бен сүреттен кейін өзіңе бір жаңадан бір толқындардың, ақындардың басқа өзімізден басқа саладағы адамдармен қаншалықты жақын болу керектігінің маңыздылығын түсіндірді да бұл жерде. Ұлан байтақ жерімізді барынша қорғап және ұрпағының алаңсыз өмір сүруіне, біздің болашағымызға, өмір сүруімізге еңбек еткен адамдарға біз еңбек етуіміз керек деп өзіме соны мақсат еттім. Өйткені мен дипломдық жұмысымда осы жер мен елді қорғаған батыр бабаларымды алғам. Көбінесе осындай батырларды өзіміз қазақтардың елді қорғаған, жерді қорғаған. Соны келесі ұрпаққа аманаттап жеткізіп беру мен өзіме жүрегіме салған парыз. Басқа тақырыпқа кетейін десем де сол тақырып мені әкете алмайды. Қорқытпайды мылтықпен атқаны, қорқытпайды дарғамен асқаны, бәрінен де жаман болар өзіме өз аулының иті келіп қапқаны дейді ғой. Басқа сырттан ешқандай күштерге дес бермеген қазақтың рухын, кеудесін бастырмағандық. Соны көрсеткім келді бұл жерде. Бұны салып атқан барыста мен бір 2 айдай салдым бұл жұмысты. Көкжиексіз әлемді бір әлемге қабыстырылатын халықпыз ғой. Өйткені бізде көкжиек деген ұғым жоқ. Мен бұның жәнеттегі көкжиектік несінен кішкентай болса да арылып, арғы аспанға және жермен екеуін бірге байланыстырып, аспандағы жәнеттегі құбылыстар, күннің тұтылуымен жәнеттегі ғимараттар, оның сүркейлігі, қуаныш, қайғы, мұң барлығын араластыруға тура келді. Бұл жерде тек қана бір бағыттағы абстракциялық картина емес, реализм екеуін бірге тоғыстыру жағын ойластырдым да. Сол арқылы шығарғанда ғана мен осы Әлиханды құдірет етіп шығаратыныма кішкене болса да көзім жеткендей болды. Сенің өнеріңді істегеннен кейін халыққа керегі болу керек. Бірақ болашақта мен мүлдем нетпейді деп ойлаймын, болашақта сондай бір дәуір келетініне сенемін. Біздің жаңағы қазақ жастарының салған өнері бүкіл әлем деңгейіне көтерілетіне бір болашақта сондай бір заман туатынына мен оған көзім жетеді.